Қазіргі уақытта жол қауіпсіздігі мәселелеріне көп көңіл бөлінуде. Заманауи қоғамдағы өткір мәселе жүргізушілердің жол қозғалысы ережелерін сақтамауы. Бұл жолдарда жарақат алу мен жол көлік оқиғаларының көбеюіне алып келеді. Осыған байланысты қала көшелерінде жол қауіпсіздігін арттыру мақсатында бейнекамералар мен автоматтандырылған жылдамдық өлшеуіш құрылғылар орнатылды. Енді жылдамдықты сақтамайтын жүргізушілерге айыппұл салынатын болады. Несмотря на принимаемые меры и усилия со стороны руководства государственных органов всех уровней, Барлық деңгейдегі мемлекеттік органдар жүргізіп жатқан күш-жігерге қарамастан жол қауіпсіздігіне әсер ететін жол қозғалысы ережелерін бұзу фактілері әлі де кең таралған. Ал кейбір түрлері бойынша олар тіпті өсуде. Нәтижесінде жол көлік оқиғаларының саны азаймай отыр. Осыған байланысты 2023 жылы Батыс Қазақстан облысының әкімдігі Ақсай қаласында жылдамдықты белгілейтін және көлік ағынын бақылайтын 15 стационарлық автоматты жүйені сатып алуға және оны орнатуға қаржы бөлді. Қазіргі уақытта 210 бейнебақылау камералары мен 15 жылдамдық өлшеуіш құрылғылар орнатылды. Ол құрылғылар Бөрлі Ақсай, Ақсай Бөрлі тас жолында, Ихсанов, Абай, Железнодорожная, Әл-Фараби, Жанаталап, Ақселен көшелерінде, промзона өтпе жолдарында және Ақсай Шыңғырлау тас жолында орнатылған. уважаемые жители и гости города Аксай, отдел полиции Бурлинского. Бөрлі ауданының тұрғындары және қонақтары полиция бөлімі сіздерді жол қозғалысы ережелерін сақтауға, сонымен қатар облыстық және аудандық маңызы бар тас жолдарында мұқият болуға шақырады. Жалпы Бөрлі ауданы бойынша ағымдағы жылдың соңғы 9 айында 11 жол көлік оқиғасы орын алған. Оның ішінде 4 адам қаза тауып, 17 адам зардап шеккен. Анаргүл Көшербаева, Майя Мирова, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.